Жаным, сен маған сырға алғансың ба? Әдемі екен. Киіміңді ілемін деп байқаусызда көріп қалдым. Тосын сеніңді бүлдірдің бе? Кешірші, негізі ол саған емес еді. Маған емес? Иә. Сонда кімге? Сенің менен басқа біреуің бар ма? Жоға, жаным, олай демеші. Кеше мерейтойға шақырған, сонда алдым. Жарайды. Жаным, саған бір өтінішім бар еді. Иә. Бұдан былай келесі жол қалтамда мүлдем ақтармаш. Телефоныма да тиіспе. Мен ондай жек көремін. Және өзім олай жасамаймын. Мұны жеке адамның өміріне қол сұғу деп білемін. Айдар, мен сырғаны абайсызда көріп қалдым. Қалтаңды ақтарайын деген ойымда да болған емес. Жауап бермедің. Келістік пе? Иә, келістік. Бүгінгі күнің қалай өтті? Жақсы. Келесі күні Айман түскі үзіліс кезінде Әзизамен кездеспекші болады. Құрбылар таза ауада серуендеп, балмұздақ жейін дейді. Қыдырып жүріп, соңғы жаңалықтарымен де бөліспекші еді. Жағдайың қалай? Жеке өмірің қалай? Жарылайын деп жүрмін. Артынан екі жігіт жүгіріп жүр. Екеуі де көрікті жігіттер. Қайсысын таңдарын білмеймін. Бірақ үйленгендер. Үйленгендермен жүріп жүрсің бе? Қайтесің оларды? Құрдастардан денсау ешкім жоқ. Бәрі ата-анасының қолында тұрады. Алға ұмтылыстары жоқ. Үлкендер таңдауға тура келеді. Ал үйленгендер сырттай жүріс жасаса, ажырасатындары сөзсіз. Қайран қалам саған. Мен олай істей алмайтын едім. Біреудің отбасын бұзған ең жаман нәрсе деп білем. Оның үстіне екінші әйел болғым келмейді. Айман құрбысымен сөйлесіп жүріп, Айдардың көлігін көргендей болады. Машина көршінің жанында тоқтағанда, Айдарға қатты ұқсайтын ер азамат жақсы киінген бір әйелге көліктен түсуге көмектеседі. Айман жүзін көрмеген еді. Құрбым? Не болды? Қалып қалдың ба? Айдарды көріп қалғандай болдым. Солай ма? Көрсетші маған оны. Қайсы? Жоқ, ол емес. Қателестім. Өкінішті. Сенің жүрегіңді жаулаған жігітті көргім келіп еді. Айтса да, қалайсыңдар? Бәрі дұрыс. Айдар маған қамқор, уақытын арнайды, көңіл бөледі. Тек соңғы кезде бір түрлі болып жүр. Досының әйеліне сырға алады. Қайда әйелдер телефон соғады. Ода тұрған не бар? Бизнес солай. Жанында әйелдердің топырлап жүретін сөзсіз. Бизнес серіктестері қол астындағылар болуы мүмкін. Сен де қайда бірдеңені ойлап табасың.